Жаңбыр жауар себелеп. Ассалаумағалейкум, қалай жағдай, родной? Бұйырса ертең аз уақыт қалды, иә? Оқушылар жинаймыз, Құдай қаласа, ертең түсте точно уақытын айтамыз. Құдай қаласа. Және де машинасын сыйлайды, кредитте жабылады. 5 адам кредитте, иә. Прикинь, осының барлығы 25 мың теңге. Үйті білім ең бастысы. Соны айта бермейікші, мынау машинаны да сыйлаймыз. Просто соны алған адамдар білімге сеніп, өздері оқып, соны қолданып, өздері де машина, өздері кредит аламыз. Мынау үшін келетін адам, мынаны ұтпай қалды, бір-ақ адам алады ғой. Ұтпай қалғаннан кейін оқу тастап кетпейді шығар енді. Басты оқиым деп келсе, мынаны да өзі алады, кредитте өзі. Соска қап-қара. Сіздердің қоятын сұрақтарды Дарханға қоятын боламыз. Неме айналысасың, не үйретейін деп жатсың? Өзімнің істеп жүрген ісіммен үйретейін деп жатырмын. Яғни сауда ғой. Обычный саудаға үйретемін. Wildberries, Озон и Каспийде сауда жасау. Және де ең тағы да бір плюсы бізде Қытаймен бизнес, Қытаймен бірге жұмыс істеуді үйретеміз. Ол өте прям солар үшеуін қосқан кезде актуальный тема ғой. Иә, өте күшті тема. Оны енді түсіндірсең досым, 10 минутқа да сыймайды, барлығын сабақта көрсететін боламыз. Сондықтан да сенем деп, ақша табам деп, бизнес жасайын дегендер, ертең дайын болыңыздар, ертең уже оқушылар жинап, соның барлығын үйрететін боламыз. Бірінші сұрақ бітті. Салон жақсы екен. Келесі сұрақ. Осы машина келесі сұрақ. Неге именно сенен Дарханнан үйрену керек? Басқадан үйренгісі келетер, үйрене берсін, бірақ неге менен үйрену керек? Плюстері, білсем мен Wildberries, Каспий, Озон дегендер негізі 3 түрлі маркетплейсі бір-біріне ұқсамайтын. Елдер бөлек-бөлек үйретеді, мен бірге үйретемін. Яғни бәріне бірден кіреді. Үшіншіден досым, бізде енді халық таниды ғой. Ең бастысы оқушылардың нәтижесі. Сұрақ көп қойылды, басқа қалпын жасауға бола ма, және ақшасыз жасауға бола ма деген. Ақшасыз бастауға бола ма? Әрине болады. Үлкен менің нәтиже көрсетіп жүрген оқушыларым ақшасыз бастаған, жақсы қазір шүкір. Бірақ түсіну керексіздер, ақшамен бастасаңыздар, прибыльге, яғни оборот тез айналады. Бірақ ол барлығы маңызды емес. Бастысы осы кәсіпті үйреніп алғаннан кейін өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасай бересіздер. Бас түсініп алсаңыздар болды. Теңге күнді өткізіп алмаңыздар. Дархан сағат 3-ге қойды. Менің оқырмандарым бұндай мүмкіндік жібермеу, сондықтан да дәл қазір уведомление қоям, басып, сохран етіп, будильник қойып қойыңдар. 25-інде ең бастысы білім алу. Интернет арқылы қалай сауда жасауға болады, барлығын үйретеді. Екінші, машина, үшінші 5 адам кредитін жабу. Фишкалар, секреттер барлығын үйретеді. Бірақ орын өте аз екен. Ертең 3-те оқырмандарым алып жатса, жазыңыздар, алып жатса сіз осындай мүмкіндік жібермеңдер. Ал достар, ертең 3-те ұмытпаңыздар.